Alhamdulillahi Rabbil alamin. Вассалату вассаламу аля Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Ассаламу алейкум, құрметті бауырлар. Қасиетті жұма мүбәрак болсын. Бүгінгі әдеттегідей оқитын хадисіміз Хаджар ибн әл-Асқалани рахматулла алейхтің Мунабихат оятқыш атты кітабынан хадистер, әсәрлер оқимыз иншалла. Бүгінгі тақырыпта кезекте Абу Бакр ради анху сахабамыздың мына бір хадисін оқимыз, яғни әсәрін оқимыз. Мән кәна дахалал қабри биля задин факааннама ракиба бахра биля сафина. Яғни кімде-кім қабірге салиқалы амалдарын көбейтпей, салиқалы амалдарсыз түсіп кететін болса, бір мына теңізге кемесіз шыққан адам секілді дейді. Ақылы дұрыс адам кемесіз теңізге шығады ма? Болмаса сені бір кемемен теңіздің қақ ортасына алып барып, мына жерде қал десе, біздің теңізден жүзіп келетіндігімізге кепілдігіміз бар ма? Яғни біздер ол теңізге шықпастан бұрын біз білеміз батып кететінімізді. Дәл сол секілді қабірге түспестен бұрын біздің иманымыз кәміл болу керек. Салиқалы амалдарымыз қабірде бізге нұр болатынына, бізге шапағатшы болатынына, біздердің имандарымыз кәміл болу керек. Біздер қабірге амалдарымыз болмаса бататынымызды, тозақтың отына түсетінімізді білетін болсақ, мына кемесіз теңізге түсуден қорыққан адам секілді намазымызды, Алланың бұйырған халал харамдарын атқаруды бүгіннен бастап кетер едік ағайын. Сондықтан да иншалла жанымыз кеудемізде бар кезде әрекетімізді қылайық. Алланың берген парыздарын орындайық. Осы естіген хадистерімізге амал етуді нәсіп еткен болсын Аллах Тағала. Ва ахри дағвана ва анилхамдулиллахи раббил аламин.